Сәлем, қалың қалай, оқуың жақсы ма? Бүгін 4-ші сыныптың 76-шы сабағын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырып туған жердің табиғатын аялаймыз. Бүгінгі сабақта біз шығарманың тақырыбын, негізгі ойын анықтайтын боламыз. Сөйлеу барысында иллюстрацияны пайдаланатын боламыз. Бірінші тапсырма құрастыр, сурет бойынша ормандағы оқиға тақырыбына ертегі құрастырыңдар. Суреттегі кейіпкерлер яғни 2 бала, қарға, кірпі, қоян және де піл. Мысал ретінде құрастырып көрсек, жаздың бір күнінде 2 дос бала демалыс ұйымдастырып орманға келеді. Ағаштар жинап, от жағып, тамақтарын пісіреді. Қарны тойып, іші пысқан 2 дос заттарын жинап, отты сөндірмей орман аралап кетіп қалады. Сол маңайда жүрген кірпі мен қоян от түтініне қарап шошына бастайды. Қонған қарғаға қарап, екеуі пілді шақыр тез деп хабар жібереді. Оны естіген алып піл өзендегі суды ұртына жинап, шоқтанған жерге шашып, отты сөндіреді. Солайша орман аңдары бір қауіптен аман қалған екен. Яғни ең соңында аңдар бақытты болып, қуанып, ертегі жақсы оқиғамен аяқталады. Екінші жаттығу өздерің құрастырған ертегінің негізгі ойын түсіндіріңдер дейді. Бүгін біз Сұлтан Қалиев жайлы өтетін боламыз. 1943 жылы туылған, 2018 жылы өмірден өткен ақын екен. Жамбыл облысында, Жамбыл ауданында дүниеге келген. Шығармашылығы негізінен балаларға арналған. Ақынның сынаққа сылтау, ғажайып тас, кішкентай агрономдар және тағы да басқа өлеңдер жинағы бар екен. Естеріңе ала жүріңдер. Түсініп оқы, қандай болып өсеміз. Табиғатты сүймейтін баланың көп кеселі, ол обалды білмейтін тас жүрек боп өседі. Дегенді оқып бірдемен жиіледі тынысым. Жоғалғандай бірденем кетті мүлде тынышым. Бұл табиғат деген не? Жұрттың емдер кеселін. Оны жақсы көрем бе, қандай болып өсемін. Табиғатты білемін, ауа, су жер, күн аспан, жан жануар, гүл егін, көк жиекке ұласқан. Қалса жерді қар басып, сықылдап қыс қысқанда, қалмасын деп қарын ашып, жем шашамыз құстарға. Өзінше бір күй дастан, сайрағаны құстардың, жыл 12 ай тынбастан тыңдауға оны құштармын. Кесел деген ауру, сырқат, дерт дегенді, ал құштар болу деген жақсы көру, құмарту, еліктеу деген білдіреді. Енді осы өлеңнің сұрақтарына жауап берейік. Өлеңнің негізгі ойы болатын шумақты тауып оқы дейді. 4-ші өлеңдегі кейіпкерлерге баға бер. Ұнатқаны, ойы, қуанышы, мейірімі ары қарай жалғастыр. Өздерің құрастырған ертегінің қай кейіпкері ұнады? Яғни бізде өлеңнің негізгі ойы болатын шумақ бұл табиғат дегенде жұрттың емдер кеселін. Оны жақсы көрем бе, қандай болып өсемін. Байқасаңда шумақта өлеңнің тақырыбы қайталанған, сондықтан да бұл негізгі ойы болып деп айтсақ та болады. Ал өлеңдегі кейіпкердің енді мінездеріне қосайық. Яғни ұнатқаны, ойы, қуанышы, мейірімі және құштарлығы, білімі, ақылы деп қоссақ болады, иә? Ал келесі өздерің құрастырған ертегінің қай кейіпкері ұнады? Яғни бұл жерде біз өздерің білесіңдер, маған піл ұнады. Себебі ол осы ертегінің бас кейіпкері және батыры десем де болады. Кейіпкер сөзі монолог пе, диалог пе? Есіңе түсір дейді. Монолог деген әдеби шығармада кейіпкердің тыңдаушыға бағытталған ішкі сырын білдіретін сөзі, өз кейіпкердің көңіл күйін, қуанышын, ренішін, күдігін білдіреді. Енді осы ережені негізге ала отырып, бұл жерде бізде автор өзімен сырласып, өзіне күдік артып отыр, иә? Қандай болып өсемін, оны жақсы көрем бе деп сұрақтың астына алып отыр өзін. Сондықтан да бұл монолог, яғни бір ғана адамның өзімен тілдесуі. Келесі қорытындылаймыз. Табиғатты қорғау үшін әр маусымда не істер едің дейді. Эссе жаз. Жалпы бұл жерде яғни әр мезгілде не істеп көмектесуге болатынын мен жазып кетемін. Эссені өздерің құрастырасыңдар.
Яғни біз көктемде жер жұмсарғанда егін егеміз, айналамызды тазартамыз, жер аударамыз, ал жазда арам шөптерді жұламыз, көлде қалқыған қоқыстарды, бұлақты жапқан қоқыстарды тазалаймыз, күзде құстарға ұя саламыз, жеміс-жидек жинаймыз, ал қыста аш қалған жан-жануарларды тамақтандырамыз, өзен-көлдерді оямыз, және де тағы да басқа құстарға жем шашу деген сияқтыны айта кетсек болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа көп-көп рахмет. Сабақта бестік алуларыңа тілектеспін.